Кеш жарық, қалайсыздар? Кеш жарық, амансыздар ма? Барсыздар ма? Кімде не жаңалық? Присоединяйтесь деп па? Кеш жарық, қалайсыздар? Кеш жарық. Души бүгін бір әңгіме айтып, шындықты айтайын деп шығып отырмын деп па? Қалайсыз, саламатсыз ба? Потому что көп адамдар маған келген кезде, көп адам емес, вообще өзімізде болсын. Сондай бір қорқыныштар болады, не болады, солардың бәрі ішкі кухнясына ашып айтқым келіп отыр. Так, Алия Азымбек дейді. Қош келдіңіздер. Әдем болып тұрмын ба? Мынандай алғым ғой, свет соған әдем болып тұрмын өз-өзіме. Так, сәлем, кеш жарық. Вот, керемет, қосылып жатсыздар. Вот, так, 22:06 болып та, бір 2 минуттай күтеге адамдар кіріп үлгерсін. Вот, содан кейін сұрақ жауап, от души, курсымызда не бар, не қандай сон барын айтатын боламыз сіздерге. Так, Нургалиев дейді, саламатсыз ба? Ой, әдеміміз дейді, ойбай, мақтай бермеңіздер деп неп кететін жерім бар, негізі менің деп па, еркелеп кететін. Так, саламатсыз ба, сіз неге өтірік айттыңыз, eBay'де енді блок деген жоқ деп курсты өткізу үшін бе дейді. Жоқ, ондай емес, eBay'де блок жоқ қазір. Так, ограничение бар. Білмеймін, ана. Асем, қалайсыз, жақсыз ба, амансыз ба? Құтты болсын көлігіңіз, бізге де жұғысты болсын, құтты болсын. Бағана көріп қатты қуандым, прям құтты болсын. Мен тіркелгенмін eBay'ға, бірақ дальше не істеуді білмеймін дейді. Дальше істеуге болады, бәр нәрсені әрекетпен жасауға болады ғой. Қалайсыздар? Гүлзира Тоқтарбекова дейді. Қош келдіңіздер. 22:07 болыпты. Так, 22:08-де толық бастап кетсек, Күнанбай Арайлым ханым, курс қанша дейді, қазір мына жерге номерді қалдырайын. Сол номерге хабарласыңыздар, жарай ма? 8-17-19-17. Сәлем, жұғысты болсын. Аумин жұғысты болсын. Мен телефон ауыстырып едім, нөмірлер өшіп кетеді. Курс бойынша осы номерге хабарласыңыздар ғой. Саламатсыз ба, кеш жарық, қалайсыздар? Так, 22:08, все, біз бастадық. Қош келіп жатсыздар тағы да. Менің оны свет алғам, лампам сол бойынша әдемі шығайын деген ғой бүгін. Так, ең бірінші сіздерге айтатын нәрсе, курста чудо жоқ. Бірден айтайын. Бізде наставничествода кейбір жандар болған болатын. Ниетке, өткенде айттым ғой, мен Құрманғазы ұстаздың сөзі бойынша, мен өзіме идея алдым да, өзіме инсайт алдым. Тура солай, бізде шешілі ме чек берсе де, шешіледі, MS001. Так, Асем Ахметова дейді, саламатсыз ба, қалайсыз, скоро Shopify курсын сізден аламын дейді. Вот, мені, вот Shopify айналамызда тек қана онлайндар ғой. Вот, неше дегенде толық түсіндіріп бересіз бе? Әрине, вот қазір кішкене ойын бөлінбесін сіздерге айтайын, Бізде обучениеде былай. Бізде көпшілігі сұрайтыны гарантия дейді, басқа дейді, ниетке байланысты ғой. Егер сіз eBay'ден жақсы табыс тапқыңыз келсе, пожалуйста, сол ниетпен келіңіз. Жоқ, елдің бәрі жасап жатыр ғой. Например, Умида істеп жатыр ғой. Неге ода болып жатыр, неге мен де істеймін дейтін болсаңыз, сізде тек қана сол көрейін, яғни елдің бәрі жасап көрейінші деуіңіз мүмкін, көрейін деген ғана жауап алуыңыз мүмкін. Одан кейін мен өзім қанша білімдер алып жатырмын, өткенде 4 миллионға машина алатын ақшама білім алып жатырмын, Вот, сол себепті оны ешқандай өкінбеу керек та, ақша жүректе болмау керек, ақша қолда болу керек та, қолыңызда болса жүрегіңіз ауырмайды, ал жүректе болатын болса, онда проблема болады. Сол себепті айтайын деген, тренер керексіз істеп жатырмын, SMS код келмей жатыр, не істеуге болады. Интернет жақсы жерге барыңыз, ашылады. Так, это комментарийді выключить етейінші, что ойым өзгерді не қатыр да? Алып бар тұрыңдаршы бар тұр. Так, қараңыздар, бүгінгі айтатын әңгіме eBay'дің шындықтары. Шындықты айтқан кезде eBay'да өте үлкен. Негізі айтатын болсақ, eBay'да шындықтарында өте үлкен ақша бар. Бірақ өте үлкен ақшаны сіз кіре салып ала алмайсыз.
кез келген бизнеста, например, сіз товарға, оборотқа салуға ақшам жоқ дейтін болсаңыз, кез келген бизнес оборотқа по-любому ақша кетеді. Без вложения деген ол өтірік, біріншіден. Одан кейін обучение, біздің обучениеміздің қандай артықшылығы бар, қандай минустары бар, соны айтып кететін болсам, біздің обучениеда маған айтады да, сіз неге гарантия бермейсіз? Мен гарантия бермеймін. Гарантия неге беремін? Бір ғана өлімге гарантия беремін. Себебі өлетіміз гарантия бар, түбі бар. Бірақ ары қарай кез келген нәрсенің нәтижесін Алла тағала береді. Просто біз соған настроенный болатын болсақ, обязательно бізде сауда болады, обязательно жасаймыз. Мен жасадым, болды, все, мынандай корона жасап алып, мен білетін едім, осыны алсам не болады екен деген сияқты. Информация бірдей, информация бәрінде бірдей. Например, сіз алған курсыңыз болуы мүмкін, маған келіп, анадан курс алған едім, мынадан курс алған едім. Ондай емес. Сіз егерде басқа жақтан дерсет шығармаған болсаңыз, ол жерде де товар қою қалай? Тура солай, менде де тура солай. Ешқандай өзгеріс жоқ. Товар бірдей қорылады, немесе басқа жақтан емес. Бірақ бұл жерде ниет қой, самый главный. И бізге келгенде ниеттеніп едім, жақсы болды дейді да. Вот, кез келген нәрсеге ниетке байланысты. И одан кейін мен өзім уверенно айта аламын. Көзімнен де біліп тұрған шығар, уверенно, смело айта аламын. Қазақстанда топ бір экспертпін деп. Және де бізде қазір енді наставничество деп жатырмыз, соның ішінде оригинал товарлары бұл оригинал болғаннан кейін көбісі айтып жатыр, товарын удалить тастады, премиум удалить тастады. Менде ондай болып жатқан жоқ. Менде ешқандай проблема болып жатқан жоқ, шын айтайын. Менің де аккаунтым сіздермен бірде ашқан болатынмын, өткенде сториста көрсеттім. 8 жұлдызбенен аккаунтқа товар қойдық, еще мен сумка қойдым, ол сумка тұр. Просмотрда болып жатыр, әрине көп емес, но болып жатыр да, удалить етіп жатқан жоқ. Сол себепті удалить етем екен, болмай қалам екен, ертең не болар екен, оны просто Аллаға тапсыру керек, шын айтайын. Тоқып жатырмын ғой. Қазір мен сіздерге сұрақ жауапты қосайыншы. Барынша бүгін бір тегін жауап беретін сабақ болсыншы. Прямой эфир ашылып айтайықшы. Откровенно мен сіздерге айтып жатырмын. Я откровенно айтамын, мен курс сатамын. Мен действительно, менің курсымда өзім білемін, ол менің продуктым. Мен оған 100% сене аламын, потому что өзім жасағанмын. И кураторларым бар, жеке өзіммен, мен өзімнің продуктыма 100% гарантия бере аламын. И у кого-то жоқ, олар тек қана инфо-цыган курс сатады, анау дейді, ол сіздің ойыңыз. Әркімнің кім қандай ойлайды, сондай келеді да. Менің ниетім қалай? Менің ниетім действительно, я хочу вам показать, что eBay'де ақша бар. eBay'ден ақша тауып, мұны өткенде мен сториста көрген болсаңыздар, ол болсын деген ханымға ақша түсті да, и барды да iPhone сатып алды. Армандап жүрген iPhone деп барды да, әрине 15 болмаса да 13 Pro Max новыйсын сатып алды. Вот, яғни запросқа келеді. Біздің ақшалар, бізге келетін ақша біздің запросымызға қарай келеді да. Егер де сіз қалай ниетпен осы жерден сауда жасаймын деген ниетіңіз болса, действительно ол болады. Жоқ, мен банкқа кетіп қалсам ше, өткенде банк болған едім, енді өйтсем ше, бүйтсем ше дейтін болсаңыз, сол ғана келеді. Болды. Кванттық әлем солай жасайды. Сіз не ойлайсыз, сол нәрсе келеді, болды. И сіз егер де мені инфо-цыган деп көріп жатсыз ба, значит инфо-цыганмыз. Егер сіз мені жақсы осы шығамын деп ойлайсыз, онда мен сізге наставникпін. Вот, сол себепті біз нені қандай көреміз, қандай атау береміз, ол бізге солай жұмыс жасайды. Так, и сол бағанағындай местерге 100% өзімді гарантия ретінде айтамын. Мен қазір дата өсіп келе жатырмын, Алланың қалауымен, әрине ең бірінші. Одан кейін мен тек қана сіз курс сатып қана отырған адам емеспін. Пожалуйста, ондай ойлап қалмаңыздаршы. Мен шырылдап айтып жатырмын. eBay'де ақша көп. Енді әрине мен сол тегін мәсаған деп бере салмаймын ғой өзім. Қанша еңбек, уақыт кетті. Вот соны мен өз білімімді дұрыс беру арқылы да ақша тапқым келеді. Просто так былай шашыраған алу беру болу керек. Мен ондай жасап көрдім. Тегін міне көр, осыны жаса деген кезде ешкім результатқа шыққан жоқ. Поверьте мне. Ол потому что өзінен ресурс кетпейінше, өзіңізден ақша немесе уақыт, энергия кетпейінше сізге ол нәрсе келмейді. Например, сіз 100 мың теңгеге курс алатын болсаңыз, 100 мың теңгенің сіз үстіне 200 мың теңге пайдаға шығасыз, болды. Одан артығына миллионды күтпей қойыңыз, потому что сіз сол өзіңізден кеткен ресурстың 2 есесін аласыз. Вот сондай да, сол себепті мен 4 миллионға салып білім алып жатырмын ба, Алланың қалауымен маған ол
келіп жатыр да. Вот. И менде ешқандай аккаунтымда бан болып жатқан жоқ. Ешқандай аккаунтымда товарым удалить етіліп жатқан жоқ. Вот, көрдіңіз бе? Сізде қандай запрос өзіңізден ресурс кетеді, солай келеді негізінде. Так, күні бүгін возврат болған товар келді. Енді $686 оплата дейді. Вообще түсінбей отырмын. Не істерімді дейді. Возврат келді ма өзіңіз қолыңызға? Пионерге регистрация істеп жатырмын, SMS код келмей жатыр дейді. Интернет жақсы жерге өтсеңіз келеді негізі. Болмаса басқа номерге ауыстырыңыз. Мен eBay ашқан соң 2 күннен кейін товарым өтіп кетті. Вау, молодец. Сол ғой ниетке байланысты ғой барлық жерде. Так, ниша деген сататын затыңыз ғой. Иға мамамыздың ипама удостоверениесімен тіркелсек те, eBay-ге, по-моему, eBay-ге мамамыздың дұрысын тіркелсек те, осы поштамызды жазуға болады ма? Әрине болады. Так, сіз кімнен оқыдыңыз eBay-да? Постоянно ашық айтамын, мен Қыран Мырзадан, және де Айнұр Құсайындың сабақтарын, яғни маған керек білім кім қандай оқытып жатыр деген сияқты, солай өзім аламын. И конкуренттердің, и былайша. И бірақ мен Қыран Мырзадан сабақ алдым. Әлі де алып келе жатырмын. Так. Например, маған айтты, сіз Қыран Мырзаны оқыған болды, неге оны реклама қыласыз? Вот, оған келетін несібе мен арқылы барса да барсын. Рызқын несібесін Алла тағала беріп жатқан шығар, через мен арқылы. Демесе ол арқылы маған келе жатты. Сол себепті ешқандай қызғаныш басқа жоқ. Маған бұйырып тұрған ақша, маған келетін ақша, ол по-любому маған келеді. Так, 6 жұлдызбен бренд товар қоя аламын ба дейді. Енді көріңіз. Мынау дей алмаймын. Неше теңге тауып отырсыз сіз айына дейді. Мен өзімнің 3 аккаунтым бар, 3 аккаунтым $10,000 тауып отырмын. Так, eBay-да ұсақ товар сатсам неге просмотр жоқ болады дейді. Енді eBay ғой, мынандай сіздерге былай айтсам екен ғой. Қараңыз, әлемде ұсақ түйек потребності жабатын сайттар өте көп. AliExpress-те майда заттар бар, Amazon-да бар, иә. Олар әлемді жаулап отыр. Сіз AliExpress-ке конкурент бола алмайсыз. Извини меня. Ол потребность жоқ тастаған майда заттармен. Ал сіз енді майда заттарды қоятын болсаңыз, ана конкуренттен өте алмайсыз, потому что ол AliExpress-пен уже прокачанный, да? Ал eBay-де сіз жақсы нәрсе, яғни эмоция сыйлайтын. Егер сіз и Wildberries, может, сіз потребность жабқыңыз келетін болса адамдардың, потребность деген не? Күнделікті памперс керек, күнделікті не керек үйге? Например, тамақ, продуктовый ашсаңыз, потребность ол күнделікті алынатын нәрсе. Киім сататын болсаңыз, потребность деген сияқты. Ал эмоция сыйлау керекпіз. Эмоция ол жақсыз ақша төленеді. Яғни эмоция сыйлау үшін, например, күнделікті потребность емес қой сізге алтын алу. Бірақ алтын алған кезде сізге эмоция. Вау, деп туған күнге сыйлау, жаңа жылға, например, ол эмоция, да? Ал эмоция сыйлайтын жер eBay. Ал потребность жабқыңыз келетін болса, адамдардың потребностін жабып, сіз сауда жасағыңыз келетін болса, онда Wildberries, Kaspi, Amazon, демесе бағана AliExpress, Pinduoduo, в общем, солар сондай, да? А eBay высокий, яғни самый платежеспособный аудитория это eBay. Так, түсіндіріп бере алдым деп ойлаймын. Енді ғана аккаунт аштым, қалай жұлдызды жинайды дейді. Товар алып қой. Саламатсыз ба, қалайсыз Мида ханым? Ой, біздің парадишка, қалайсыз, жақсы. Иә, Мида ханым келді затым дейді. Аха, товарыңыз келген болса, ол ішінен eBay өзі жіберу керек негіз. Сізден ақша алмайды. Саламатсыз ба? Турбо режим бойынша түсіндіріп жіберіңізші. Турбо режим деген бір артық бір секреті жоқ негізі. Турбо режим деген тез деген нәрсе ғой. Тез. Ал біз Шыңғыс Мырза бұрын білетін болсаңыз, бір ай прогресс жасайтынбыз. Бір айдан кейін барып товар қоятынбыз, иә. Қазір ондай нәрсе жоқ. Пионерға бұрын 10 күннен кейін қоятын болсаңыз, аккаунтыңыз банға кететін. 10 күннің ішінде и пионерға, и аккаунтыңыз дайындап товар қоя берсеңіз болады. Так. Келісемін дейді. eBay-ден ақша табу қаншалықты реально дейді. 100%, 200% реально. Міне, мен живой айтам, міне. Қажет тұрған еді өзінде ма? eBay-ден товар сатып, iPhone алды. Ол мен сізге оны тағы да көрсету мүмкін. Үйде отырған сестра, енді біз сестра деп айтамыз, үйде отырған сестрамыз, апкеміз. Вот солай. Себепті 100% ол ақша түседі. Так, не сатсаң өтімді дейді. Енді ол ниша ол. Оны енді әте бермейміз ғой. Так, бренд ниша қоюға неше жұлдыз керек деп ойлайсыз? И бренд тауарларды қайдан аламыз? 20-30 ғой. Енді сол тауарды қайдан аламыз деген сұрақ қой, негізі фишка.
Вот мен өзім алатын жерім бар, еще оны алатын суреттерін алатын жерім бар, оригинал, премиум, былай люкс. Соларды беремін, солардан аласыздар. Болмаса өзіңіз деп тапсаңыз да болады. Обучение бағасы қанша? Обучение бағасы бойынша осы номерге жазсаңыздар, прикрепленный. Сол сіздерге мен жүрген хабарласатын болады, толық ақпарат беретін болады. Так, енді айтам ғой, менің обучением бағасы арзан деп айтпаймын, потому что ол бұрын қандай болған білімім сол бойынша беретінмін. Қазір мен действительно білімім Аллаға шүкір жетіп тұр. Мен уверенно айтып отырмын. Если у кого-то, ой, мына мақтанып отыр, это что-то не так дейтін болсаңыз, пожалуйста, ол өзіңіздің қалауыңызда. Мен өзіме сеніп отырғаннан кейін айта аламын. И обучениені 100% сіз eBay'дан ақша таба алатын болғаныңыздан кейін, сіз бір товардан курстың да ақшасын, товардың да ақшасын шығарып аласыз. Ол реально. Так, просто действительно білім керек екен. Я, әрине. Ол жерде ақша бар дейді. Я, конечно. Пионерге тіркеле алмай жатырмын. Код келеді. Продолжить бассам код қате деп шыға береді дейді. Онда интернет жақсы жерге барсаңыз, басқа ноутбукпен, басқа телефонмен, сайтпен кіріп көріңіз. Сол кезде келеді. Болмаса номерді ауыстырыңыз. Так, Умида ханым, регистрация жасап қойдым. eBayға сіздің обучениеңізбен неше күннен кейін товар салып бастасам болады. Сіз минимум 20 күн дегенсіз. Жоқ, қазір енді 10 күн турбо режиммен 10 күннің ішінде қоя бере сала берсе. Так, екінші рет банға түстім, хотя ноутбук, Wi-Fi ауыстырдым. Себеп неден болуы мүмкін? Сіз очистка жасамаған болуыңыз мүмкін. Каждый әрекетіңіз eBay көріп отырады. Сол себепті міндетті түрде очистка жасап отырыңыз. IP адреста. Вот. Сондай. Барынша жауап беруге тырысып жатырмын. Және де обучение бойынша, eBay бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? Жауап берсем. Вот, тағы да айтамын, мен чудо-палочка емеспін. Мен өзім с нуля істеп, с нуля қор қазы сатып жүрген адам болғаннан кейін, мен өзімнің продуктым, яғни eBay курсыма, я гарантирую и смело айта аламын. Ол эффективно, сколько это эффективно. Потому что өзім сол нәрсені өткен, банға кеткен, баннан шыққан, баннан ақшам түскен, банға кеткен аккаунтым. Сол себепті мен айта аламын. Яғни былай ғой, адам маманнан сұрау керек дейді. Например, кез келген адам, енді еркек кісілерде бар шығар, бұл жерде енді әйел кісілер былай түсінікті ретінде айтайын. Например, босанған адам, өзі босанған адам бар и кесарьва болған бар. Кесарьва болған адам өзі басынан өткізгеннен кейін қалай болған, қандай болған, қалай реанимациядан шыққан, қанша ауырған, не істеген, балаға қалай қараған, соның барлығын біледі да. И екінші адам кесарьва болайын деп жатқан адам болса, қорқып тұрған болса, кесарьвадан кейін ол уже жақсы болып кетті ғой. Ол оған айта алады. Например, мен өзім кесарьва болғым, айта аламын, ой, мынандай болады, уайымдама, Алладан сұрап, үштесін, мына күні бүйтесің, үйтсең, ол орнына келіп қалады, бүйтеді. В общем, қандай оның барлығын мен айта аламын да, потому что мен оны өткіздім. Бірақ мен өзім босанбағаннан кейін, өзі босанғаннан мен түсінбеймін. Ол теория жағында білетін шығармын, теория жағында өзім мынандай болады, анандай болады. Бірақ оны мен сезініп өтпегеннен кейін, ондай толғақты көрмегеннен кейін мен айта алмаймын. Тура солай экспертті таңдайтын кезде сол нәрседен өткен адамды таңдаңыздар. Просто маған келіңіз деп жатқан жер жоқ. Например, қанша эксперттер бар? Пожалуйста, жүрегіңіз кімді қалайды. Просто бастап кетіңіз. Не менің, не басқа біреудің курсынан. Себебі eBay'да ақша көп. Ол ақшаны табу үшін сізге кішкене білім керек. И бағанағындай айтты ғой, например, өзі өткен адамнан банға да түскен, содан жасаған адаммен сұрайтын болсаңыз, сіз уақытыңызды экономдайсыз ақша беру арқылы. Болмаса, өзіңіз банға түсесіз, одан шығасыз, нервіңіз құртылады, уақытыңыз, энергияңыз деген сияқты ғой. Вот сол нәрселерді сіз ақшаға сатып аласыз ғой. Түсіндіріп бере алдым деп ойлаймын. Так, номеріңіз Ғаділбек деп тұр екен. Осы номерге жаза қойыңызшы, иә? Так, eBay'да қуыршақ және нижний белье сата алам ба дейді. Конечно, сата аласыз. Умида ханым, мен екінші аккаунт ашайын деп едім, бірақ ол Каспи картамды бұрында тіркегенмін. Пионерге eBay ашылып, кейін бан берді. Қайта ашсам болады ма дейді. Қайта ашсаңыз болады. Пионер eBayға қатысы жоқ. eBay пионердің өзін, пионер бөлек, eBay бөлек платформа. Так, в общем, осы
түсіндіріп бере алып жатыр ма, сіздерге түсінікті болып жатыр ма? Негізінде әр нәрсе басталған кезде болады да. Например, мен именно Инстаграмды алатын болсақ, Инстаграмның алғашқы прямой эфирге шыққан кезде ешкім болмаған, бір-ақ адам болған, и то күйеуім, жолдасым кіріп отырған, как поддержка болсын деп, иә. Вот, болмаған бір адам кірді ғой, кірмейді енді деген жоқпын ғой. Баста просто әрекет жасай бердім. Вот, Аллаға шүкір, қазір менде просто так 30 адамның отырғаны қазір прямой эфирде менің үлкен жетістігім ғой, үлкен. В общем, қуанып отырмын да, прям. Вот, енді сонша жылдық еңбектің нәтижесі деп айтсам да болады. Алла қаласа 23 декабрь күні, ертеден кейін, иә, соң бірсі күні Инста жұлдыз бағдарламасында марапаттап алайын деп жатырмын. Оның өзі маған үлкен жетістік. Вот, сіз когда-то бастаған нәрсеңіз, ол жалғасады. Сіз бастамасаңыз, ол жалғаспайды. Поверьте мне, просто бастап кетіңіздер. 2024 жыл өзіңізге запрос қойыңыз. Бағанағындай менің айттым ғой, сестра деп. iPhone бұрын айтпайтын. Потому что айтатын еді, бар ғой енді арамызда. iPhone жауап бере алмайды ма? Android iPhone-ның какая разница? Жауап беріп жатыр ғой. Какая разница? Суретке алып жатыр ғой. Ой, сендер iPhone-ды үйтесіңдер, бүйтесіңдер деп ойлайтын. Вот оған о iPhone-ды қаламайтын, просто келмейтін. И когда қалады, я хочу этого деді да, просто так осы обучение етіп, басқа алып, курсын жасап, осы товарын сатып, iPhone алып отыр да. Яғни біздің ақшаларымыз, біздің табыстарымыз, біздің запросымызға келеді. Біз нені қалаймыз, сол қалағанымызға келеді. Қаламаған нәрсеміз келмейді. Сол себепті 2024-ке от души қалаңыздаршы, от души. Так, Дана ханым, қалайсыз? Так, қалайсыздар? Ертең ала берсе Дана ханыммен кездесеміз. Так, тіркелген адамды оқытсаңыз, қалай бастаймыз сабақты? Басынан или сату басталама сразу дейді. Тіркелген адам болсаңыз да бәрібір аккаунтты көріп, бір жасап, кураторлар қарап, кейін сатқан дұрыс. Жұлдыз деген не түсіндіріп жіберсеңіз. eBay-ға кірсеңіз, өзінде жұлдыз болады, ол сіздің әрекетіңіз ғой, прогрефіңіз. Сол прогрефпен есептеледі. Дәрі жұлдыз, ол продавецтің сізге берген отзыв дейді. Ой, молодец, дұрыс, жақсы, шүкір, қалайсыз дейді. Күшті әдем болып тұрмын ба? Өз-өзімді жақсы көремін мен. Прям баследі беріп, ұнап баратырмын өз-өзімді, ше. Сөйлеп атқанның өзі жетіп атқан шығар. Күйеуім еще әпкемене келіп ағам 2 күн болды. Үйге қайт дегенде бүгін жұмысым бар дегенсің ғой. Пожалуйста, қалайшы деп. Вот, сол себепті қатты қаласақ бар нәрсе болады. Ауыз жабылмай сөйлей берем ғой мен де. Енді ренжімеңіздер, мен біреуге ұнамадым екен деп өзгермеймін. Как я хочу, так и живу. Потому что өмір ғажап. Өмірден баршылық болу, табысты болу, қалай айтсам екен, өмір сүргін келе береді ғой. Бірақ сіздерге де айтқым келеді, біреуді тыңдама дейді ғой, психологтар тура сондай ғой. Сіз өзіңізді өзіңіз жақсы көрмесеңіз, ешкім сізді жақсы көрмейді. Өзіңізді өзіңіз самооценкаңыз көтермесеңіз, ешкім сіздің самооценкаңыз кел сенікін көтеріп берейін демейді. Сол себепті өмірді өзіңізді ұнатсаңыз, жақсы көрсеңіз, бәрі келе береді. Енді тізесі шығып кеткен әңгіме болса да сол ғой, өзіңді жақсы көр деген сөз ғой. Отсыз ғой жанып тұрған дейді. Ойбай деп қойсаң. Иә? Негізі күйеуімнің басына бақ болып келген қатынмын ғой десең. Вот, в общем, айтайын дегенім, если мен сіздерге ұнамай тұрсам, это ваша, мен сіз ұнамадым екен деп мен өзгермеймін. Өзгеруге әрекетте жасамаймын. Өз әлемім бар, өз әлемімде жүре берем. Жаман сондай уверен болып қалдым өзіме, последнее время. Қайырлы кеш, ханымның, қайырлы кеш, қалайсыздар, кеш жарық. Так, Баратова болсын дейді, менің курстасым ауылдағы. Негізі мен Ташкенттен келгем ғой, негізі дейді ба, Мақпал ханым. Дұрыс дейді, дұрыс сөйтіп бір поддержка беріп қойсаңыздаршы. Вот, айтам, например, курс бойынша осы номерге хабарласасыздар, например, әрине алсаңыз да алмасаңыз да өзіңіздің қалауыңызды просто так, что такое деп біліп алай десеңіз, консультация береді сізге, что такое eBay деген сияқты. Вот, бастап кетіңіздер просто так. Тек қана мына отырып алып, премьерге шығып алып, курс сатып жатыр деп ойламаңыздар. От души менің ниетім, миссиям деуге де болады. Вот мына үйде отырған сестра, орамалда іші шықпайды, басқа алмайды. Соның өзі iPhone-ға ниет етіп алып отыр да, eBay платформасының. Ойлаңызшы, қызық қой. Біріншіден, клиентті көрген жоқпыз. Қараңыз, қызық нәрсе да. И платформаға салдық,
қолымызда бар товарды. И ол өзі клиент сұрады, предложение жіберді, сөйлестік, саудаластық. И маған фотосын жіберіп жіберіңізші, живой деді, фотосын суретке алып жібердік, саудаластық, товарды. Болды, ақшасын төледі. Бір ауадан түсіп отыр ғой, ауадан ақша түсіп отыр. Вот. Одан кейін біз оны товар салдық. Жіберіп жатырмыз, тоже ойлап жатырмыз, кім алып жатыр? Живой онлайнның арқасында біз көрмеген. Қараңызшы, Елизабет деген аты сондай еді. Елизабет деген адамның қалтасындағы доллар тапқан ақшасы бізге бұйырып тұр ғой, сол адамға ше. Ойлаңыздаршы, қандай керемет нәрсе де, ойламайтын. Вот, оған заказ барады. Барғаннан кейін біз шоколад сап қойғанбыз кішкене. Енді комплимент болсын деп. Ол алады, ой, жақсы, ұнады дейді да, ол отзыв қалдырады и подписка болады. Уже подписанный, да, магазинге. Уже клиентіміз бар деген сөз ғой. Вот. И ол ақша пенерге түседі да, пенерден ақша шығарып алады. Байша қызық нәрсе ғой, күшті нәрсе ғой. Мына онлайнның арқасында біреудің қалтасындағы доллар ақшаны алып отырмыз. Еще ол бөлек, одан бір бөлек Қазақстанға экономикасын айтсаңыздаршы, Қазақстанға пайдаңыз тиеді ғой. Қазақстанның экономикасына сіз қаншама, например, елден біз сіздің шотыңызға түсіп жатыр, сіздің Қазақстан азаматына түсіп отыр. Экономиканың өзіне пайда, и өзіңізге пайда. Сол ақшадан сіз Қазақстанның затын сатып аласыз, жейсіз, немесе қыдырасыз, немесе товар аласыз, балаңызға білмеймін, не істесеңіз де. Оның өзі күшті ғой негізі. Білмеймін, өзім прям вот солай сіз ойлау керексіз ғой. Қалай істепші? Қолда товар жоқ болса, қалай жасаймыз дейді. Негізі қолда товар болған дұрыс. Мида ханым красавица. Рахмет, өзін жақсы көрген сайын сондай жақсы комментарийлер келеді ғой. Так, білініп тұр сөйлегеніңіз, Ташкенттен екеніңіз. Я неге ұялмаймын, айта беремін, я ойбай, менің жолым деген актуальныйды көріңіздер, ойбай, қандай қиналғам, қалай жасағам. Шынымен де бағана Дана ханым айтқандай, отпын ғой. Энергиям, менің полияма кіруге әрекет жасаңыздаршы, менің энергичный полияма кірugеші. Действительно, мен айта аламын, действительно, менің энергиям бар. Әлемде энергия бар негізі. Энергия төменге, былай нәрсе ғой. Өткенде квантовый скачок сабақтарында айттым ғой, өткенде, солай. Мынандай вибрация да, жоғарғы вибрация, төменгі вибрация дейміз ғой. Заңдылық бойынша қанша төмен болса вибрация, жер тартады деген нәрсе ғой. Сол сияқты жердің ол тарту күші болғандықтан, кванттық физика бойынша тарту күші ол заңдылық болғандықтан, сіздің энергияңыз қанша төмен болады, ол сонша төмен қарай тарта береді. Если сіз энергияңызды көтеріп жүресіз, ол барынша көтеріп шығады, потому что ол төменнен жерден көтерілді ғой. Вот энергия жоғары қарай шыға береді. Сіздің өміріңізде энергичный заттар, энергичный нәрселер, ойламаған ғажаптар солай бола береді. Ал сіз ой негатив, ой маған мынау проблема болды, анау болды, маған жетпейді, маған үйтпейді деп қанша сіз ойлай берген сайын ол төменгі вибрация төмен қарай тарта береді. Ол жайлы негізі марафонда айтқам. Егер керек десеңіздер, ол жайлы тағы да айтатын боламын. Негізі физика квантовый скачок 100% жасайды, еще 28 күнде ол орындалады. Так, бір ноутбукпен екі аккаунтқа кіруге бола ма дейді. Бір ноутбукпен екі аккаунтқа кіруге болмайды. Так, телефон арқылы сатамыз ба, әлде ноутбук? Телефонмен де болады, ноутбукпен де болады. Қандай зат өтімді дейді. Оны курста айтам. Так, Умида ханым, я действительно сіздің энергияңыз жоғары дейді. Вот сол ғой, энергияма келуге тырыссаңыздаршы негізінде десең. Так, eBayға қанша удастықпен тіркелсек те өз поштамызды жазуға болады ма дейді. Я, болады әрине. Zik Analytics жайлы айтыңыз. Zik Analytics деген Wildberries істеген болсаңыздар білесіздер, Empastats деген сервис болады, не? Ол шпион сервис. Яғни не сатылып жатыр, конкуренттер зерттеу, не өтімді деген сияқты ғой, қосымша бір инструмент сол. Ол неге керек? Аналитика жасау үшін керек. Не сатсам екен деген істеу, категориялар бол, не сатсам деген проблема болмайды да, ой болмайды. Ол жерде сіз дропшиппингмен айналысуыңызға болады. Так, квантовый скачок айтып жатырсыз ба дейді. Жоқ, квантовый скачок емес, вообще eBay жайлы айтып жатырмын. Негізі сөздердің арасында сондай кетіп қала береді да, ренжімесеңіздер. Реплика сатуға бола ма дейді. Реплика сатуға болады, бірақ кішкене рискованно. Вот. Осындай
Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Қытайдан ғана емес, Қазақстаннан алсақ болады ма товарды, әлде маржа аз болады ма? Неге болмайды? Болады әрине. Мен сізге бір фишка айтайыншы, осы жаққа бір тегін кеп кетпеңіздер, енді сонша уақыттарыңыз бөліп отырсыздар ғой. Мынандай әңгіме да. У кого бәрімізде бар бай туысқандарымыз. Шын айтайын, мен бай емеспін. Бай туысқандарымыз бар, бірақ мен айтам да өз-өзіме, балама айтам, мен байдың баласы болған жоқпын. Иншаллах, сен байдың баласы боласың. Что я хочу бай болуды таңдадым. И адамда бізде таңдау бар ғой, бай, кедей деген сияқты. Ол қалсақ қаламасақ таңдау бар. Вот сол бай болуды таңдадым, ертең сен байдың баласы боласың деймін да. Ертең болашақ балаларыма айтамын, например. Оларды просто так емес, жүрекпен айту үшін да. Вот, сол сияқты бай туысқандарыңыз бар ғой, неге бай айтып жатырмын? Солардың оригинал заттары, бұл қалып кеткен тұрған заттарын алып сатып көріңіздерші. Егер ақшаларыңыз болмаса, просто сондай сұрап алып көріңіз, соны сатыңыздар. Так. Энлов жес ингіркан шекше депті. Білмедім оны, не жазғаныңыз түсінбедім. Так, қалайсыздар? Шахризада меді, Шахзада меді. Қалайсыз? Так, қандай пакетпен бастаған жақсы дейді. Қандай пакетпен? Түсінбедім. Көріңіз енді жағдайыңызға қарай, әртүрлі пакеттер бар ғой. Шындығы бізде стандарт, VIP. Негізі мен өткенде кеше айтқан болатынмын, осы премьерде айтайын, тоже бүгін бітеді. Үлгеріп қалсаңыздар болады, менеджерға жазсаңыздар болады. Бүгін 30 мың теңге каждый пакетке скидка берген болатын, ол бүгін бітеді. И келесі айда ол қымбаттауы мүмкін. Енді өз жағдайға қараңыздар. Мен мынау демеймін, жағдайға қарайсыздар. Бірақ бүгін бітеді. Неге оны бердім? Оны да айттым өткенде. Праваға 2 рет тапсырдым, 2 рет өтемадым. 2-ші рет өттім тесттен, неден өтемадым? Вождениеден. И сосын қайтадан бардым. Вот сол аламын қалаумен права алдым ғой. Жақында кеше ғана сол себепті сіздерге жуып берейін деп скидка берген болатынмын ғой. Вот, сол себепті бір нәрсеге қайта анау тамшы су бетонды да тесет дейді ғой. Сол сияқты просто попытка ғой, бастау керек қой. Егер түспесе ештеңке болмайды, бірақ қайта сол нәрсеге попытка жасау арқылы сізде өсу болады ғой. Сол ғой. Ешқандай бір секреті жоқ. Так, Абайдың үлкен портреті бар, маслинный краскамен кәсіби суретші салған. Соны боламаса тоқ. Әрине 100% болады. Так, eBayға регистрация платный болып кетті, кету мүмкін бе? Әрине мүмкін. Кез келген нәрсе. Басында Wildberries тегін болған. Бесплатный кезде кіргенбіз. Кейін ол 60 мың теңге болды. 70 мың болды ма? Одан кейін 230 мың болды. Қазір қайтадан 60 мың теңге болды ма? Сондай. Әбден мүмкін. Сол себепті тіркеліп жасап бастап кетіңіздер. Лотты ағылшынша толтырамыз ба дейді. Ағылшынша толтырамыз, оны қиын емес, перевод жасаймыз ғой. Негізі платформа орысша. Курс бағасы қанша? Курс бағасы бойынша осы номерге хабарласыңыз. 747-817-19-17 номеріне премия эфирден кіріп жатырмын дейтін болсаңыз, сізге сол скидка бойынша айтатын болады. Так, Алла разы болсын сізге дейді. Рахмет, аумин айтқаныңыз келсін. Енді осы айтып жатқандарым бір пайдасы тиіп жатса, тек қана қуаныштымын. Так, ғаламнан 100 есе боп қайтсын дейді. Аумин жаным, рахмет, Алла разы болсын. Осындай, бұл да бір қажап қой. Шынымен да, например, мен сіздер көріп тұрған жоқпын, сіздер мен көріп тұрсыздар да. Онлайнның арқасында, например, қазір 30 адам отыр ма? 30 адам былайша айтқан кезде 30 адам қанша деген сөз, сонша адамға мен шығып сөйлеп отырмын да, сахнада деген сияқты. Бірақ онлайн, но сіздер живой отырсыздар ғой, сіздер көріп отырсыздар, мен сіздерді көріп тұрған жоқпын. Сіз қазір өзіңіз мені көріп отырсыздар да. Вот интернеттің, онлайнның дамыған заманның арқасында біз 30 адам жинап отырмыз. Бұрын ол нәрсе бар ма еді? Жоқ еді. Вот дамыған сайын даму керек қой. Өткенде мен квантовый скачок марафонда айтқандай, өмір дамып жатыр. Адам бұл деген соң жүгіріп жатыр адамдар. Дамып жатыр да. Бір орында қалуға болмайды. Например, болды осы нәрсе деп қалуға болмайды да. Бір орында тұрдыңыз ба, ойлаңызшы, адамдар жүгіріп жатыр, түртіп кетеді. Бір күн тұра берсеңіз, тұрған жерде суда сасиды дейді ғой. Тұра берсеңіз, сосын бір күн үстіңіз басып кетеді, үстіңізден жүріп кетеді ғой. Сол себепті заманмен болу керек қой. Интернет міне. Рахмет деп отырмын, міне Инстаграм осындай 30 адамды жинап отыр, мен ақпарат беріп отырмын. Бұның өзі қызық қой. Вау дейтін нәрсе ғой, например. Мен де армандайып, мына жерде 300 мың, білмеймін, 1000-2000 адам отырса екен деген сияқты.
вот армандай берейін. Даже басында мен бірінші прямой эфирге шыққан кезде ешкім болмаған, күйеуім ғана болған. Ал қазір уже 31 адам. Вот менің результатым, менің өзіме деген, ой, ты молодец, молодец деп өзімді похвалить етіп қоямын арасында. Вот, сол себепті ғалам қызық қой, керемет. Үмида ханым айтып жібересіз бе дейді. Түсінбедім. Пионерге қандай документ қажет? Оны сабақта айтатын боламыз. Қалай әртүрлі документ, потому что ол өткізу керек. Өткізбей қалуы мүмкін кейбір документтерді. Ең бірінші сатылған товардың ақшасы қанша уақытта түседі. Ол товар жеткеннен кейін өзі көрсетеді. Сізге ваш товар вот такой время доступен деп ше. Вот сол кезде түседі. Әрине клиенттен ешқандай возражение болмаса. Вот. Так, тек бағасын өзгертіп қойсақ болады ма, болды ма дейді. Тек бағасын түсінбедім. Так, мен VIP пакет сатып алғанмын, бірақ әлі бастамадым. Жасым 51-де, қорқақтай беремін, бүлдіремін деп. Сіз сопровождение жасайсыз ба дейді. Жасасаңыз құны қанша болады дейді. Оны мен егерде сіз сопровождать етуге маған қосатын болсаңыз, онда дополнительно қосыңыз. Сосын менің онлайн Zoom осындай Zoom кездесу болады, Anydex-пен соларға қоссаңыз болады. 51-де екенсіз, ағама, қыз Татьяна білмеймін. Алла разы болсын. Сізге осы білімге әрекет жасап жатқан, 51 жаста да әрекет жасап жатқан сізге Алла разы болсын. Басымды ием, шынымен де. Біз жас болып тұрып, жасымыз 20-да, 30-да, соның өзінде қорқақтап жатырмыз. Сіз ол бастап жатсыз, сол себепті шынымен де ерте кеш жоқ. Например, KFC-ді да 72 жаста, мен 62-де ме, сол кезде жасағанға KFC-ді. Сол себепті қорқақтамаңыз, бар нәрсе жасауға болады. Вообще қорқпаңыз, оңай, оп-оңай, ертең кіріп, оқып, үйреніп жасап кеткеннен кейін айтасыздар ғой, түк емес екен ғой, мұның несіне қорқып отырмын дейсіз. Так что қорқыныш неден келеді? Білімсіздіктен келеді. Білмегеннен кейін бізге қорқынышты бола береді. Анау не екен, қандай екен. А когда сіз оны біліп аласыз, сізге вообще қиын емес. Уже любой аккаунт ашып істеп кете бересіз ғой. Так, ассаламу алейкум. Или басқа әдісі бар ма дейді. Оны маған жазыңызшы, что-то түсінбей тұрмын. Так, шынымен Алла разы болсын. Еш қызғаныш қызғанышсыз біліммен бөлісу де үлкен жомарттық. Алла екі дүние жылмайтынына бөлесін. Әумин, скриндап алайыншы. Сіздерден маған бір күшті мотивация болсын. Өйстіп әдем болып тұрайын. Суретке алып, мені бір инстаграмдарыңызда, стористарыңызда бір пайдалы болып атсам, бір көмек ретінде стористарыңызда мен белгілеп, бір көмектесерсеңіздерші деп. Негізі жақсы ғой. Қуанам да, что вот это деген сияқты, сол себепті. Так, қазір уақыт болып қалды, қазір. Болды қазір. Вот, шынымен рахмет, бүгін 31 адам бұйырса, алда 3000 адамға сабақ өтесіз. Әумин, айтқаныңыз келсін. Кешіріңіздер кішкене балам. Жылап. Болды. Так, кешіріңіз, қандай сабақ болайын деп жатыр дейді. Кешіріңіздерші балам, осы баламмен істеп жүрміз ғой. Так, қандай сабақ болайын деп жатыр? Негізі менде eBay сабағы ғой. Арасында осындай бір өзімнің білген біліммен кванттық әлем, психологиямен бөлісетін әдетім бар. Товарға скидка бергенде тек алдыңғы бағасын өзгертіп қойсақ болады ма дейді. Скидка берген кезде бағасын бірінші қоясыз ғой, қойдан кейін өзі автоматически шығарып береді. Осынша скидка болып жатыр осы магазинде деп. Так, комиссиясы көп па айтып берсеңіз. Комиссия әртүрлі. Жатамыз ба, ұйықтаймыз ба? Болды. Вот, комиссиясы әртүрлі. Оның ішінде $1500 дейін, сіздерге тағындырып пайда болсын, $1500 дейін ол сізден 15% алады, $1500 кейін 9% алады. Так, жыл ағым келіп кетті, басыңызда ингеніңіз үшін. Жыл ағым келіп кетті дейді. Тәтемін дейді. Ой, тәте, рахмет, неге жылайсыз, жыламаңыз. Шынымен сізде 51 жаста сіз осыны жасап отырсыз, онлайн мойындап отырсыз, что такое eBay. Вот соның өзі бізге не ғой? Мотивация, сіз өзі бізге мотивациясыз ғой. Не істеп отырмыз? Вот, значит, енді осыдан кейін неге тағы да көп ақша таппасқа? Тағы не істеуге болады? Қалай істеуге болады? Оның жолын жасап алдық, бұны біліп алдық. Жарайды, енді $1000, $10,000 емес, неге $100,000 таппасқа? Неге $200,000 таппасқа деген сияқты уже идеялар келе бастайды. Сіз маған өте керемет идея бердіңіз негізінде. Так, возврат болса ақшаны картадан шешіп ала ма, а вдруг недоступна сумма болса ше дейді. Негізі сізге әлі ақша салмаған ғой, ол ішінен алады да бере салады.
кеш кіріп қалдым, эфир сақтайсыз ба дейді. Сақтаймын ба деп көрсең. Ерке Айым ханым, қалайсыз? Қош келдіңіз деп па. Ерке ханым, осы номерге қалдырғанмын, қазір сізге номерге жазып берем, соған шығады. Қарызым көп, сосын осы жерден ақша тауып құтылсам ба деп әрекеттенген түрім ғой дейді. Чина Трендстрой деп қойыпты ғой. Осы жерде бір нәрсе айтайыншы. Психология жағынан кешіріңіздер, уақыттарыңызды алып отырмын. Енді сөйлей берейін ба? Тәте деп айтайын, тәте, мынандай ғой, бізде қарызды, мен жақында ғана осы нәрсені білдім да, жақында ғана түсініп қалдым. Бізге трансформация түсініктен келеді ғой. Бір ұстаз айтады да, сен дейді, қарызға бата берсең, бірінші не? Вот сондай да, бір психолог айтады да. Мен 100 000 долларға қарызға түстім, 100 миллионға ма, 100 миллион теңгеге, например, қарыз болдым дейді да. Бір жұмысым болмай қалды дейді. Соған қайтадан жұмыс істеймін, пахат етемін, ана жаққа өңірлерге барып әйтеуір тренинг өтемін, басқа қыламын, әйтеуір пахат етемін дейді да. Қарызды әйтеуір жабамын да, тағын қайтадан қарыз бола беремін. Тағын қайтадан қарыз бола беремін. Кейін қарасам 4 жыл өтіп кетті дейді да. Қарыз болды дейді. Вот содан кейін 4 жылдан кейін 2 жыл өтіп кетті дейді да. Вроде бәрін жасап жатыр, істеп жатыр, ақша қарыз бола береді да. Вот сол кезде кейін өзім түсіндім, неге ондай, что-то не так, жасауым керек деп айтады да. Вот сосын ұстаздарға барады, психологтарға барады, что такое, не болды, осының травмасымен жұмыс жасаймын дейді, басқа дейді. Самый главный бұл жерде жауап, сіздің ішкі состояниеңіз қалай, сол нәрсе өміріңізде болып жатыр деген сөз. Болды. Ішкі состояниеңіздің айнасы ол сол өміріңізде болып жатқан. Вот сізді қарыздарым бар деп жатсыз ба? Поверьте мне, мен сізден кішкентаймын, мен сізге мынау деп айта алмаймын, бірақ өз біліміммен бөлісейін. Түсінген нәрсемді оны мен тренингға барғанда айттым, Аманжол Смендиевке бардық, тағы да басқаларға. Сіз өзіңізге қарызсыз. Ол деген қалай? Сіз өзіңізге қарыз болған сайын өмірде сізге қарыз келе береді. Ол дегеніміз былай. Например, қазір мен де прямой эфир жүргізіп жатырмын, жұмыс жасап жатырмын, обучение бар, бәрін жауап беріп жатырмын да. Бірақ өзімді қуантпасам, например, өткенде айттым, айтпадым, бастайтын кезде мынаны оригинал бірінші рет алдым саған. Оригинал алып көрмегенмін ешқашан. В общем, қалай болады деген оригинал деп ше. Вот онда қымбат та емес, бір 100 доллар ма сондай да. Ну, оригинал да бұл. Ең арзаны 100 доллар оригинал. Вот. Яғни сіз өзіңізге қарыз болған сайын, сізде сырттан қарыз келеді. Например, жұмыс жасай бересіз, например, телаңызға қарызсыз, массажға бармауыңыз мүмкін, демалуға бармауыңыз мүмкін. Өзіңізді кейінге қалдыра бересіз да. Қарыз болды, ертең істеймін. Өзіме бір нәрсе істеген кезде, ой, балаларға боласыншы, қойшы деп. Яғни өзіңізге қарыз бола берсеңіз, сырттан сіз қарыз бола бересіз. Ол ішкі состояниеңіз қалай, сол сыртқа сізге айна болып көрінеді ғой. Вот оны мен сізге неге айтып жатырмын, себебі өзімде сондай көп болғанда, например, неге мені ешкім түсінбейді, мені өйтпейді, бүйтпейді, айта бердім, өз-өзімді түсінбейді екен, содан менде сырттағы әлемді түсінбейді. И өз-өзімді мен кінәлай берем, сырттағы әлемде мен не болса мені сен осы кінәлі дей береді. Вот, когда мен өзім жақсы көріп, түсініп, вот Алла Тағала жаратты, осындай денеге жаратты. Былай ғой, бұл Умиданың денесіне мен келген рухпын да. Умиданың денесіне келіп тұрған рухпын. Хотя мен Алла Тағаланыкімін. Біз Аллаға қайтамыз. И мынау денеміз рухты алып тастасақ, бұл дене өле салады, қала салады болды. Біз арендаға алып тұрмыз да. И бұның да өзінің ертең енді шариғатта айтады ғой. Арал дүниеге барғанда көзіміз де бөлек, қолымыз да бөлек, аузымыз да бәрі бөлек-бөлек бізге свидетель болады дейді да. Например, айтуыңыз мүмкін, мен ешкімге ештеңе демегенмін деуіңіз мүмкін. Ішінде айтып қойған болсаңыз, ол айтып отырады. Сен іште осыны ойлаған едің деп аузыңызды жыбырлап айтып тұрады. Сіз оған бөлек-бөлек боласыз да. Оны ұстаздардан сұрасаңыз айтады. Тура солай денеңізге қарызсыз да, өзіңізге қарызсыз. Вот өзіңізді қарызыңызды жабатын болсаңыз, например, өзіңізге оқайтын, сізді өзіңізді жақсы көретін болсаңыз, өзіңізді бір нәрсе жасаған кезде ты молодец, вот сен жасадың, вот ты молодец дейтін болсаңыз, өзіңіз похвалить ететін болсаңыз, айналаңыз, поверьте мне, жасайды. О нәрсені түсінеді, например, ешкім мені түсінбейді десеңіз, түсінбейді. Бәрі мені түсінеді, менің қолымнан келеді десеңіз, бәрі болады. Әлем сондай да. Квантовый физикада, кванттық әлемді айтады ғой. Әлем сондай қызық, Джек кім еді? Эйнштейн айтады. Әлем сондай қызық дейді ғалымдар. Біресе бар, ендеше жоқ дейді. Яғни сіз сол нәрсені бар десеңіз, значит бар. Жоқ десеңіз, ол нәрсе жоқ. Түсіндіріп бере алдым ба? Енді оны түсіну сәл қиындау. Негізі, вот сондай да. Вот сол себепті өзіңізді бір қуантыңызшы. Массаж алыңыз. Қазір көп қой, например, не шақырадыз ғой үйге.
негізі вызовпен келеді ғой, соған выездбен келеді, то есть выездбен келсінде массаж жасатып алыңыз өзіңізге, просто өзіңіз қуандыңызшы. Мен сізге айтамын, гарантированно бір қарызыңыздан или біреу ақша беріп қалуы мүмкін, немесе тағы бір нәрсе болуы мүмкін, ол 100% дәлелденген. Так, менде жасағым келеді, сабағы қанша болады екен. Так, сабақты мына номерге жазасыздар, 747 817 19 17 деген номерге хабарласыңыздар. Болмаса мынандай мен әдемі болып тұрайын, скриндап алыңыздар деп. В общем, прямой эфирде отырған едім, прямой эфирден келіп отырмын дейтін болсаңыз, 30 мың теңге скидкамен алатын боласыздар. Так, eBayда товарды қалай саламыз дейді. Оны сабақта толық көрсеткенбіз, товар сала береміз. Дұрыс айтасыз дейді, рахмет. Бір пайдан тисе қуаныштымын. Әсел Ғалымхан дейді, қош келдіңіздер. В общем, осы сіздердің уақыттарыңызды алған жоқпын ба? Түсінікті болып жатыр ма? Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңызға жауап берейін. Болмаса, уақыттарыңызды алмайын. Так, вот, менде постоянно как кесті шыға береді екен, соған бүгін андай алған ғой, свет күшті екен, күшті фокуспен әдейім болып тұрады кесті. Көп сөйледім ба, кешіріңіздерші, өзім сондай адаммын. Сөйлеп шаршамай оймен. Сол мен не болу керек еді маған, бір журналист па, или актриса ма, сондай бір армандарымыз бар еді, кезінде үйленбей тұрған кезде. Так, қалайсыздар? Алтынай Мукеева, қалайсыз? Ташкентте кім еді? Мерин Хелс деген неде істеген едім мен. Сетевойда. Сол жерде келгенде танысқанбыз. Не еді? Тренинг бола ма, не еді? Бірдеңкесіне келген кезде. Так, Қарақалпақстаннан келді, по-моему. Так, қалайсыз? Украшение сатса болады ма? 100% сатуға болады. Так, Алхадая KZ дейді. Қалайсыздар? Рахмет, Аділбай Лашын деп тұр. Сіздер барсыздар, мен бармын ғой негізі. eBayден қалай eBayде товар қалай саламыз товарда, оның өзінің толық сабағы бар, солай саласыздар. Өзінің доставкасы, соның бәрін дұрыс енгізу керек қой. В общем, солай. 22:52 болыпты, прям от души бір сағаттай отырыппын. Әлі 8 минут уақыт бар. Сол 8 минут айтып тағын бір аузым жабылмай отырайын. Сіздердің де уақыттарыңызды алдым ол. Күшті дейді. Ертең хабарласамын сізбен. Емен жарқын қыз екенсіз. Жаратқан ниетіңізге берсін. Бар жақсылықты. Аумин. Скриндап алайыншы әдемілеп. Маған да бір не беріңіздерші, бір сіздерден бір кері байланыс бар. Хотя бір адам болса, екі адам болса, Инстаграмға осындай деп тұрып алайын деп. Вот прямой эфир жайлы, ақпараттар жайлы, немесе таныстық жайлы, мына Инстаграммен белгілеп кетсеңіздер екен. Рахмет. Так, украшение копия болса ше, но алтын дейді. Украшение копия болады ғой, оригинал болмайды ғой. Алтын сату кішкене рисктау, но сатып жатыр қыздар. Бірақ өз басым сатып жатқан екен, сатпаған екен айта алмаймын. Но істеп жатқан қыздар бар. Қанша табыс таптыңыз уже дейді. Мен $10,000 шықтым, оғанға дейін бір-екі аккаунтым банға кетті. В общем, былайша айтқанда чистому прибыль $5,000-6,000. Сондай $5,000, 2 миллион, 3 миллион теңге. Так. Вот сондай. Күннен күнге өзіме жағып, ұнап баратырмын, білмеймін. Ой, энергия ғой, энергия. Мен действительно айталам, бұрын білмейтін, бұрын қазір шынымен де энергияны ауысатын, энергия бөлінетін, және де энергия қандай адамдармен жүресіз, қандай энергиямен жүресіз, сол сізге келетін болады екен да. Сол себепті бүгін Нұргүл деген подругам келді, көрген болсаңыздар, оның энергиясы бар, Асема бар, мына жақында көлік алды, например, бүгін көрдім сторисынан, рилсынан да. Вот жұғысты болсын деп көзім фокус болады, айналып жүрген адамдар солай істеп жатыр. Ертең, яғни 4 адам досың кім миллионер болса, 5-ші сен боласың дейді ғой. Сол сияқты айналаның бәрін көлік сондай жетіп жатыр. Вот солардан мотивациялық мен де аламын, иншаллах, аумин. Енді салоннан алу бұйырсын, салоннан болмаса былай бұйырсын, зато не пешком деген нәрсе ғой, қарызсыз, иншаллах. Так, дейді, қанша табыс таптың оған жауап бердім. Ақмарал Байгутова дейді. Ханым, қайырлы кеш, ештеңе себепсіз болмайды дейді. Бұл эфирде бір белгі деп білемін. Иншаллах, рахмет, бізге де жұғысты болсын, аумин. Әрине, ештеңе болмайды.
орыстардың сөзі бар ғой, случайность не случайно. Яғни случайность не случайно, кездейсоқ ештеңе кездейсоқ болмайды. Оның барлығында бір хикмет жатыр деген сөз. Яғни бағана айтқандай ғой, какой-то бір реклама көріп қалуыңыз мүмкін, прямой эфир көріп қалуыңыз мүмкін, сізге бір пайдасыз ойлап жүрген запросыңызға жауап келіп қалуы мүмкін. Например, сіз ойлауыңыз мүмкін, интернеттен ақша тапсам екен, eBay-де көрсем екен деуіңіз мүмкін, мен шығып тұрған болуым мүмкін. Оның барлығын Алла тағала жасап жатыр, мен емес. Сізге нәтиже беретін де Алла тағала, гарантияны мен бермеймін, Алла тағала береді. Мен жасағаным мен жасайтын болсам, иншалла нәтижесіне ниеттенеміз. Нәтижесіне ниеттенсек, Алла тағала береді. Бірақ мен оған ешкімге, курсқа келген адамға мен қайталап айтайын, ешқашан ешкімге гарантия бермеймін, бәрі Алланың қалауында. Мен просто жолым, мен жасап жүрген нәрсе, например, киім тігесіз, тігуді көрсетемін, бірақ шебер, күшті болып кетуіңізге гарантия бермеймін. Тігетініңізге гарантия беремін, тігуді үйренесіз, бірақтан ол шебер боласыз деген мен оны айта алмаймын, потому что ол өзіңіздің способность, Алла тағаланың беріп жатқан нәсибесі. Түсіндіріп бере алдым да сіздерге? Так, супер. Так, вот Раушан ханым, по-моему, сіз мен Вайлберс кезінде білесен, Инстаграмнан қарап жүретін, көптен бері қарап жүретін оқырмандарым бар. Рахмет, мен қаншама қиналған сәтінде де Инстаграмнан бөлісетінмін, қуанған сәтінде. В общем, бартыңыз рахмет. Так, баннан аккаунт шығаруға бола ма? Честно айтайын, болмайды. Так, Күлдашева Гүлназ дейді. Қалайсыз? По-моему, біздің құрдастау деймін, күйеуімнің жолдасының әйелі. Қалайсыздар? Так, қанша уақыт eBay-де сатып жүргеніңізге? 9 ай болды, мартта бастаған. Так, eBay мен Shopify екеуінің айырмашылығы неде дейді. Так, eBay мен Shopify-дің айырмашылығы. eBay платформа, ол marketplace, ал Shopify ол, который сіз сайт, өзіңіздің магазиніңіз шығаратын сайт. Өзіңіз вложение қоясыз, өзіңіз рекламасын қоясыз, өзіңіз әдемілеп әрлейсіз, яғни бренд қалыптастырып деген сияқты. Екеуі екі бөлек нәрсе. eBay дайын marketplace, Shopify өзіңіз жасайсыз оны. Так, Умида ханым, бренд сумкаларды копиясын қалай саламыз, басқа товарды сатып жатыр ғой дейді. Білмеймін, что-то Қазақстанда қойдырмай жатқан сияқты, білмеймін, мен өзім қойдым, заказ түскен жоқ, но қойылды. Так, eBay-де любой сұрақтарын болса жазыңдар дейді. Қаділбек мырза, барынша жауап берейін. Шүкір, жақсы, рахмет, өз қалайсыз, ісіңізге сәттілік. Алла разы болсын, рахмет үлкен. Көріп тұрғандарыңызға рахмет. Вот, жұмыс жасап жатырмыз, істеп жатырмыз, қолымыздан келгенше. Не дейді? Адам энергия келеді, табысқа келеді. Барлықтарыңызды 2024 жыл күшті табыс иесі болуларыңызды қалайтын едім. Просто так бастап кетіңіздер, өтініш сіздерден. Прям жаным ашып айтып отырмын да, бастап сол ішінде бір поля дейміз ғой, волнаның ішінде болып қалыңыздар. Қаучан? В общем, сондай. В общем, сондай. Кешірім сұраймын. Так. Қандай жағдайда банға кетіп қалады? Высокая активность, и сосын товарыңыз не соответствует качество. Яғни айтқан товарыңыз качествосына дұрыс келмеді, клиенттен возврат болуы мүмкін. Так, eBay-де мошенниктерге алданбас үшін қалай айырып аламыз дейді. Енді оны білмеймін, шын айтайын. Енді мен eBay емеспін, мынау мошенник емес деп. Но енді бар ниет қой, барымды ниет дұрыс болса бола береді деп ойлаймын, білмеймін мен. Барлық жерде минусы бар, плюсы бар, кез келген бизнеста минусы бар, кез келген жерде адамның да жақсысы бар, жаманы бар, біреу алдап кетеді, біреу алдамай кетеді, біреу шын болады деген сияқты. Сол себепті оған мен мынау деп айта алмаймын. Қашан келесіздер УЗБ-ға дейді. Иншаллах, осы 24 жылдың ниет бар. Осы айтқам сабырға апарыңызшы, бір құрдастармен кездесейікші деп. Иншаллах бар, иншаллах. Так, қанша сумма керек бастау үшін eBay-да дейді. Бастау үшін кемінде бір 50-100 мың болған дұрыс. Шакизада дейді. Қалайсыз, қош келдіңіз. Так, Ултус, eBay Америкаға сатама или өзімізге ма? eBay-да біз Европа Америкаға сатамыз. Бүкіл негізін біздің клиенттер Европа Америка, бүкіл әлем бойынша, Индияға да, Арабияға да, Канадаға да бар жерге сата бересіз. Африкаға мен саттым ғой, қазын. Қазып алады екен Африкада. Так, eBay-де соншалықты табыс көп болса, неге курс өтесіз? Не бәрі 9 ай болса сатып табыс таба бермедіңіз?
бұл негатив емес сұрақ. Әрине негатив емес, бұл өзімнің қалауым ғой. Мен негізі адамға айтқанда маған миыма жақсы келеді. Адамға түсіндірген кезде мен я хочу обучать, я хочу адамдарға айтқым келеді. Пайда өзім жасап жатырмын, ол нәрсені басқалармен бөліскім келеді да. И соншалық табыс бар. Ол жақта да табыс бар. Негізі инфобизнесте де табыс бар. Өз опытым бар, мен жасап жатырмын. Неге мен соны өз опытымды неге сатпасқа? Неге қазіргі заманның бағана айтқандай заманмен бірдей болмасқа? Мен өзім жасап жатырмын. Пускай біреу болмаса біреу, біреу болмаса біреу. Яғни мен себепші болып, иншаллах, ол сол жақтан мен обучениемді алып, үйреніп, табыс тауып кететін болса, ол адам табыс тапса, Алла тағала маған тағы да көбірек несібе бере береді. Яғни бізге несіп ризықты Алла тағала адамдар арқылы береді ғой. Яғни мен өзім ғана болды, мен табам, мен жүре берем емес. Менмен бірге жүріп, менмен бірге үйреніп кеткен қай пакет болса да өзінен өзі, например, 10 адамның 7-сі табыс тауып өзімен былай көп болып кететін болса, сетевойдың нағызы осы ғой негізі. Біреуге, когда сіз от души пайда беремін деп ойлайсыз, сол кезде сізге Алла тағала береді. Жоқ, бұл мен үйреніп алдым, ешкімге айтпаймын, өзім білемін да, өзім жасай беремін десем, маған, например, Алла тағала 10 мың доллар бермес пе еді. 10 мың доллар, $1000 мен 1000 доллар сатып отыра бердім бе. Сол себепті рыск адамдармен ғой, негізі өмір кез келген бизнес, кез келген жұмыс адамдармен. Сол себепті обучать етіп, сол адамдарды өзінің пайдасын, например, қазір мен мақтанамын, мұны қазір бағана айтқаным мақтанып жатырмын, айфонын алып отыр. Вот мен егер де соны обучать етіп, үйретпегенде, осындай жолды көрсетпегенде, мен өзім барымша тырыспағанда, мүмкін ол адам айфон алмас пе еді. Яғни ол маған келмес пе еді. Яғни үйреніп жасап, товар сатып, ақшасына айфон алып отыр. Басқа біреулері бар, үйіне продукт алып отыр, газ кіргізіп жатыр, тағы да басқа. Яғни олардың несібе рызықтары қанша через білім арқылы болды, и ол білімді мен беріп отырмын, еще мен өзім түсіріп беріп отырмын, маған Алла тағала бере береді. Сол себепті я хочу обучать. Так, күшті әуесім келіп тұр, сізге қандай таланттысыз дейді. Рахмет. FedEx почтамен жұмыс жасап көрдіңіз ба? Тарифі қандай? Мен жұмыс жасап көрмедім, енді ниет бар. Айым Смағұлова, сіз басында $100 товар заттар салдыңыз ба дейді. Мен құрт саттым деп отырмын ғой. Құрт қазы саттым. Бірақ енді маржасы аз, но саттым. Так, ассаламу алейкум. Так, сіз қандай товар сатасыз дейді. Мен қазір, енді өзің ешаңды айтпайсың ғой, негізі товар сатып жатырмын. Енді әр нәрсенің өзінің кішігірім секреті бар. Товар сатып жатырмын, сауда болып жатыр, бірақ не екендігін айтпаймын. Рахмет, керемет Үмида ханым, жұмысыңызға сәттілік дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Түсіндіріп дұрыс жауап бере алдым деп ойлаймын, Алла қаласа. Барлықтарыңызға сәттілік. Міне 23:03 болды, 22:03-те кірген болатынмын, 05-те ма, по-моему. Вот, 1 сағат сөйлесіппіз. Барынша жауап бердім деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз қалса, тағы дәреске жазасыздар. Егер де маған бір пайда осыны айтып жатыр ғой, жарайды енді бір рахым етейік дейтін болсаңыздар, әдемілеп суретке алып, инстаграмдан бөлісіп кетсеңіздер болады. Рахмет барлықтарыңызға, Алла разы болсын. Тағы да прямой эфир қандай керек айтсаңыздар, иншалла шығатын боламыз. Шаршамаң, Алланың назарында болың, сәлем айтың құрдасқа, балапанды сүйіп қойың деді. Жақсы, рахмет, Гүлназ ханым, обязательно сүйіп қоям. Құрдасыңызға да сәлем айтып қоям. Барлықтарыңызға сәттілік. Келесі кездескенше сау, сәлематта болыңыздар. Сіздермен Умида Абдыманапқызы.